Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте керемет, өте дәмді болып шығатын, үлпілдек болып шығатын осындай шоколадты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге ыстық сүт керек болады, қайнамаған болса да болады. Осы ыстық сүтіміздің үстіне қантымызды саламыз және какаомызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз еру керек және какаомыздың ешқандай іртіктері қалып қоймау керек. Осыны бір шетке қойып қоямыз. Басқа ыдысымызға 3 жұмыртқа керек және оның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Көлем бойынша үлкейіп ағару керек. Осы уақытта үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап миксерлейміз. Сұйық майды құйып, одан кейін миксерлесеңіздер де болады. Осылайша жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Және үстіне жаңағы дайындалған сүт пен какаомызды араластырған смесімізді үстіне құятын боламыз. Миксерлеп отырып құйып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араласқан осы смесіміздің үстіне ұнымызды дайындаймыз. Ұнымыздың үстіне разрыхитель салып, жақсылап електен өткізіп алдым. Араластырып, енді осыны 3-ке бөліп салатын боламыз. 2 немесе 3 қасықтан салып, араластырып аламыз. Бәрін бірден салуға болмайды. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне мен осында жаңғақ қосып жіберемін. Өз қалауыңызша жеміс-жидектерді қосып жіберсеңіз болады. Осы жаңғақты қосып тағы да кішкене араластырып жіберемін. Мінекей бізде осындай әдемі қоймалжың масса шығатын болады. Осы массамызды енді қызып тұрған пешке формамызға құйып салатын боламыз. Алдын ала пешті қыздырып алған жөн. Мен осындай 4 бұрышты форманы фольганың көмегімен жасап алдым. Өз қалауыңызша басқа да форманы, дөңгелек форманы қолдансаңыздар болады. Осылайша формамыздың ішіне салып, жақсылап тегістеп алып, 180 градуста жарты сағат көлемінде пеште пісіріп аламыз. Пеште піскен-піспеген ағаш таяқшаның көмегімен тексерсеңіздер болады. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Көлем бойынша үлкейген, суытып алдық. Өте жұмсақ болып шыққан. Балалар бетін жей бастады. Енді осының бетіне глазур дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге шоколад пен сары майды отта ерітетін боламыз, яғни водяной ванняда. Еріген екен осыны әдемі болып шығады. Осыны пирогымыздың бетіне жағатын боламыз. Пирогым бетін мен астығып алдым, төңкеріп жібердім. Сонда бір тегіс болып шығады. Осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Өз қалауыңызша әртүрлі жемістермен, жидектермен сәндесеңіз болады. Мен осында бетіне азғантай грек жаңғағын сеуіп жіберемін. Өте әдемі көрінетін болады. Мінекей біздің өте дәмді, өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын пирогымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша балаларыңызға, отбасыларыңызға дайындап беріңіздер. Оларға ұнайтыны сөзсіз. Егер менің видеом сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, мені қолдап, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Каналыма өтсеңіз, дәмді рецептермен бөліскен видеолар өте көп, соларды бағалап кетіңіз. Осы видеоның астына комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Мені қолдап кетіңіздер.